Автоматты бақылау жүйесі дегеніміз не? Қазіргі 21 ғасырда операторлар өз бөлмесінде отырып, өндірісте болып жатқан барлық процесстерді өз бөлмесінде отырып компьютерінен бақылай алады. Яғни компьютердің мониторында бүкіл өндіріс туралы ақпараттар, ондағы қондырғылар мен құрылғылардың техникалық сипаттамалары, жағдайлары туралы бүкіл ақпараттар орналасады. Яғни біздің операторлар өз бөлмесінде отырып, компьютер мониторында бүкіл өндіріс және ондағы қондырғылардың жағдайы туралы барлық ақпараттарды бақылай алады. Бұрынғы заманда өндірістерде автоматтандыру болмаған кезде барлық адамдар жұмысшылар саны көп болған және ол жұмысшылар сол өндіріс алаңында орналасқан барлық қондырғылардың жұмысын тексеру үшін арнайы барып, сол жерге барып, көптеген уақытты алып, сол жердегі қондырғыларды тексеріп, ондағы болып жатқан барлық процесстерді қадағалап, ондағы орналасқан аспаптар мен приборлар арқылы өлшеп және қағазына жазып алып жүретін. Ал қазір 21 ғасырда пайда болған барлық озық технологиялар мен техникалардың арқасында бұрынғы өндіріс алаңына арнайы барып келіп, сол жердегі тексеру жұмыстарын жүргізетін персоналдардың, яғни жұмысшылардың сандары азайып, қазір тек қана операторлар ғана толық өндірістегі болып жатқан жағдайлар мен өндірістік процестер мен қондырғылардың жұмысын өз бөлмесінде отырып бақылайды. Яғни барлық өндіріс алаңында орналасқан бірнеше қондырғыларды бір уақытта отырып және бір орында отырып автоматты түрде бақылай алады. Міне осындай жүйені автоматты бақылау жүйесі деп атайды. Компьютердің мониторына үңіліп қарасақ, онда арнайы программамен жасақталған парақша орналасады. Бұл парақша мнемосхема деп аталады. Бұл парақшада сол өндіріс орнында орналасқан қондырғының жұмысы және ондағы өтіп жатқан өндірістік процестер, соның ішінде қысым, температура, шығын, деңгей сияқты шамалар мәндері көрсетіледі. Егерде қондырғыда апаттық жағдай орын алып, сым немесе кабель үзілген жағдайда, оператор мониторында қызыл түсті индикация пайда болады. Бұл сигнализацияны білдіреді. Сонымен қатар бұл мнемосхемада бұрын орын алған барлық апаттық жағдайлардың уақыты мен күндерін қарауға болады. Сонымен бірге бұл мнемосхемада сол қондырғыда орналасқан приборлардан келетін барлық параметрлер, яғни өлшенетін шамалар, соның ішінде температура, қысым мәндерін график түрінде қарап отыруға болады. Осылайша оператор өз бөлмесінде отырып, компьютер мониторында отырып, өндірісте орналасқан барлық қондырғылар мен өндірістік процестердің шамаларын, ондағы болып жатқан жағдайларды қадағалай алады. Енді операторлар бөлмесінен шығып, өндіріс алаңына назар аударайық. Бұл өндіріс алаңында мұнай газ жинақтайтын скважиналардан мұнай әдейі сол мұнайды жинақтауға арналған резервуарларға келіп түседі. Өздеріңіз қарап отырғандай, бұл өндіріс алаңында ешқандай жұмыс жасап жүрген жұмысшы персоналдар жоқ.
яғни бұл жердегі өндірістік процестердің барлығы автоматтандырылған. Бұл жерде скважиналарда орналасқан көк түсті приборлар скважинадағы температура, қысым, шығын мәндерін өлшеп, пайда болған сигналдарды сымсыз байланыс арқылы автоматты түрде беріп отырады. Сол алаңда орналасқан барлық приборлардан келіп түскен сигналдар осы құрылғыға, яғни контроллер деп аталатын құрылғыға келіп жиналады. Бұл контроллер келіп жиналған сигналдарды операторға түсінікті етіп сигналға түрлендіреді. Сонымен қатар бұл контроллер барлық сигналдарды жинап, оператор бөлмесіне жібереді. Сонымен қатар резервуарлардың жоғарғы тұсында көк түсті приборлар орналасқан. Бұл приборлар резервуардың ішінде мұнай қаншалықты деңгейде толғанын өлшеп және оны сымсыз байланыс арқылы бағанағы контроллерге беріп отырады. Өздеріңіз байқап отырғандай, әрбір скважиналардың төбесінде орналасқан көк түсті приборлардың жоғарғы тұсында сымсыз байланыс арқылы сигнал беруге арналған қара түсті антенналар орналасқан. Бұл приборлар осы антенналар арқылы температура, шығын, қысым мәндерін сымсыз байланыс арқылы бағанағы контроллерге сигналдарды жібереді. Өздеріңіз байқап отырғандай, сол приборлардың беткі жағында сенсорлы кішігірім экрандар орналасқан. Яғни, ол жерде пайда болған жұмысшы персонал сол приборлардың бетіндегі сенсор арқылы өлшеніп жатқан шамалардың мәндерін қарай алады. Ал бұл жергілікті бақылау жүйесіне жатады.